Қадір түні оқылатын дұға. Ол үшін біз Муфтият KZ сайтына кіреміз. Бұл сайт Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты. Сайт сілтемесі төмендегі видео сипаттамасында болады. Араб тіліндегі дуа сөзінің мағынасы сұрау, жалбарыну дегенге келеді. Аллаға дұға ету деген сөз оған жалбарынып, әр нәрсенің қайырлысын сұрау дегенді білдіреді. Басқа бір адамға дұға ету ол адамға жақсылық тілеу дегенге саяды. Демек, дұға пенденің Раббысынан жалбарынып сұрауын білдіреді. Қадір түнінде мына дұғаны оқу мұстахаб. Аллахума иннака ғафун тухибул ғафуа фағфу анни. Мағынасы: уа жаратушы ием, сөзсіз сен кешірімдісің, әрі кешіруді жақсы көресің. Мені кешіре көр. Айша анамыз Алланың елшісінен қадір түнінде не айтсам болады деп сұрағанда, ол саллаллаху алейхи уассалам осы дұғаны айтуды кеңес еткен. Осы тұста айта кететін бір жайт: жасаған дұғасы қабыл болуы үшін әр мұсылман дұғаның әдептері мен шарттарын, қабыл болу ықтималдығы жоғары уақыттар мен қабыл болуын тосатын кедергілер жайлы хабардар болғаны дұрыс. Дұғаның әдептері, дұғаның қабыл болуының басты уақыттары, дұғаның қабыл болуының ең үлкен, ең маңызды шарттары төмендегідей. Дұғаның қабыл болуына кедергі келтіретін нәрселер төмендегідей. Дұғасы қабыл кісілер. Үнемі Алла тағаланы ұмытпайтын кісілердің дұғасы қабыл болады екен. Мәзлум, яғни жәбір көрген пенденің дұғасы, әділ имамның немесе әділ билеушінің дұғасы. Үш адамның дұғасын Алла тағала қайтармайды: Алланы көп зікір етушінің, жәбірленген жанның және әділ имамның. Кәпір болса да мазлумның, яғни жәбір көрген пенденің дұғасынан сақтаныңдар, өйткені оның дұғасына бөгет жоқ. Яғни бізде қазақта кәпір деген сөз бар. Яғни бұдан көріп отқанымызда кәпірге де жәбір көрсетіп, зұлымдық жасауға болмайды екен. Себебі оның да дұғасы қабыл болады екен. Қосымша дұғалар: жақсылық сұрау, Алладан өзін жақсы көретін жүрек иман сұрау, Алланың разылығын сұрау, Алладан көмек сұрау, жақсы мінез сұрау, ризық сұрау, береке сұрау, жоқшылықтан, ауру сырқаудан сыйыну, ата-ана үшін жасалатын дұға. Күнделікті дұғалар. Дұғамыз неге қабыл болмайды? Бір ауылда дұғасы екі етілмей қабыл болатын бір адам бар екен. Дұғалары қабыл болмайтын бір топ адам әлгі адамның алдынан шығып, мұның сырымен жай жапсарын сұрайды. Дұғасы қабыл болатын адам бір топ адамдан: дәл қазір сендер танымайтын бір адам келіп қарызға ақша сұраса берер ме едіңдер деп сұрайды. Олар бір ауыздан: танымайтын адамға қалай қарыз береміз дейді. Жарайды, егер мен сұрасам берер ме едіңдер деп тағы бір сұрақтың астына алады. Сен сұрасаң әрине береміз дейді. Олардан не үшін беретіндіктерінің себебін сұрағанда былай жауап қайырады: біз сені жақсы танимыз. Сен өзің сөзіңде тұрасың, өтірік айтпайсың, шыншылсың. Сен әрдайым жақсылық істейсің дейді. Сонда әлгі адам: міне Алла тағала да дәл солай. Өзін жақсы танитын, өзіне берік сенетін, әрдайым оны еске алатын, құлдық міндетінен қолынан келгенше дұрыс атқаратын адамдардың дұғасын қабыл етеді деген екен. Алла тағала қабыл болатын дұға етсін. Нәсіп етсін. Әмин.